сыртына енді шығып отыр. Бұл мемлекетте 15-16 жастан бастап кәсіпқой бокста өнер көрсете алады. Бұл жағынан енді Мексика, Филиппинамен бір-біріне ұқсас. Сол себепті міне 21 жастағы жігіттің осындай көрсеткіші бар. 40 жекпе-жектің ішінде бірнеше мәрте титулдарға да таласып үлгерген. Таиланд чемпион атағы үшін таласқан, бірнеше мәрте Азия чемпион атағы үшін таласқан, бірақ жолы болмай жүрген. Бұл боксшының тамаша. Бұл жерде қазір Дүйсенқұл бірден атылады. Жақсы мүмкіншілік жекпе-жекті мерзімнен бұрын аяқтауға. Әзірше қорғанысы тың. Бұл боксшының 21 жеңіс, 17 жеңіл және бір жекпе-жек тең деген нәтижемен аяқтаған. Көрсеткіші осындай бұл жігіт. Жеңісті 21 жекпе-жектің 12-сін мерзімнен бұрын аяқтаған. Ұтылған 17 жекпе-жектің 13-інде мерзімнен бұрын аяқталған. Мерзімнен бұрын ұтылған. Бүйірден соққа әзірше. Оп-оңай қорғанып шыға алды. Бұл жекпе-жек бізде 6 раундқа жоспарланған. Бұндай форматтарда біраз өнер көрсеткен. Жалпы 4-6 раунд деген тасап орын үшін қиын болмау керек. Ал егер 6-шы раундқа дейін жетіп жатса, бұндай форматта тәжірибесі аз. Дүйсенқұл өзін қалай сезінеді екен? Тамаша, аяқтың ұшында қазір оп-оңай қарсыласын алдап соқты. Бүйірден қазір дөп деген соққы. Тұра алмайды, жоқ, тұрмайды. Болды, осымен жекпе-жек аяқталды. 2 минутқа созылды. 2 минутқа созылды. Бар жоғы бұл жекпе-жек. Және Алмаз Дүйсенқұлдың кәсіпқой бокстағы алғашқы мерзімнен бұрын жеңісі. Дебют, яғни алғашқы жекпе-жегінде бұл боксшы жоспарланған 4 раундты өткен еді. Міне енді бүйірден соққымен, соққы арқылы алғашқы жеңіске де қол жеткізіп отыр. Бұл бүгінгі кештің 7-ші жекпе-жегі. Яғни біз карттың жалпы қақ ортасына келіп қалдық, құрмет көрмен. Бізде 14 жекпе-жек жоспарланған. Алда қызықтың бәрі алда. Алда бізді Нұрдос Төлеубай күтіп тұр. Елнұр Сүйінбай бар. Армат Арманұлы, Илья Калинин, Элина Базарова бар. Дулат Бекбауов бар. Ұлттық құрама сапында біраз өнер көрсетіп үлгерген әуесқой бокста бір шама жетістіктері бар жігіттер негізгі картта өнер көрсетеді. Бұл әзірше жай ғана дене қыздыру. Егер спорт терминмен, спорт тілімен сөйлейтін болсақ. Әлі де ауырсынып отыр. Таиланд боксшысы бәлкім жарақат алып та қалған шығар. Ал біз андеркартты келесі жекпе-жекпен жабамыз. Мани Шарма мен Нұрдос Төлеубай қазір дәл осы жігіттерден кейін шаршаланға шығатын болады. Ал негізгі картта өнер көрсететін жігіттердің, боксшылардың есімін атадым сіздерге. Ал бас жекпе-жекте Саматәлі Төлтаев UBO әлем чемпионы атағын сарапқа салады. Қарсыласы тәжірибелі өзбекстандық боксшы. 11 жеңісті жекпе-жегі бар. Небәрі бір мәрте кәсіпқой бокста ұтылған. 9 жекпе-жекті мерзімнен бұрын аяқтаған, бабының нағыз шарықтаған шағында тұрған боксшы. Сондықтан бұл жекпе-жекте бәсекелестікке толы болады деп күтеміз, және бұл айқас бізде 10 раундқа жоспарланған. Дәл қазір ресми түрде жеңімпаздың есімі аталады. Алмаз Дүйсенқұл. Осылайша кәсіпқой бокстағы жеңісті жолын жалғастыруда.
Сонымен, құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл айқас бірінші раунд, бірінші минут 52 секундта тоқтатылды. Техникалық нокаутпен жеңіске жеткен Алмаз Даймонд Дүйсенкулов. Алмаз Дүйсенкулов одерживает победу, причем досрочную победу в этом поединке.